Екі таң бар дейді. Екі таң бар дейді. Біріншісі өтірік таң дейді. Яғни жалған таң. Жалған таң немесе өтірік таң десек. Екіншісі шынайы таң дейді. Мына шынайы таңның кіруі арқылы таң намазының уақыты кіреді және ораза басталады. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalomu alaykum wa rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanahu wa ta'ala jamoat o'qigan tang namozimizni o'zining huzurida qabul etsin. Өзіңізбен бірге осы Рамазан айының басталуымен бірге бастаған Әл-Имам Ан-Науауидің рахимахулла Абу Закария Мухиддин Яхья ибн Шараф Ан-Науауи рахимахулла хижридің 631 жылы дүниеге келіп, хижридің 676 жылы дүниеден өткен ислам тарихында өмір сүрген үлкен имамдардың бірі рахимахулла. Сол ғалымның, сол имамның Риядус Салихин атты еңбегін, яғни хадистер жинағын оқуды әрі қарай жалғастырамыз. Біздер қазір ораза бабындамыз. Осы ораза Рамазан айына байланысты. Бүгін бізде кезекті осы ораза бабындағы 15-ші хадис. Бұл хадисте бұл баптың тақырыбы жаңа туған айды көрген кезде қандай сөздер айтылу керек? Жаңа туған айды көрген кезде қандай сөздер айтылу керек? Ан Талха ибн Убайдилла радияллаху та'ала анху, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы Талха ибн Убайдилла, Алла ол кісіден разы болсын, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям егер жаңа туған айды көрген кезде былай деп айтатынын жеткізді. Аллахумма ахиллаху алейна бил амни вал иман вал саламати вал ислам рабби ва раббукалла хилалу руштин ва хайрин. Бұл хадисті имам Тирмизи риуаят еткен. Пайғамбарымыздың сахабасы Алла елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям жаңа айдың туғанын көрген кезде Аллахумма ахиллаху алейна бил амни вал иман. Я Аллахым, бұл жаңа туған айды бізге амандықта және иманымыз, кәміл болған иманымыз амандықта, қауіпсіздікте болған жағдайда туғыза көр. Сондай бір ай қыла көр. Уассаламати вал ислам, амандықта, саламатта және саған Алла Тағалаға бой ұсынған халде өткізуімізді нәсіп ете көр. Сондай халде осы жаңа бір айды туғыза көр деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға айтатын болған. Рабби ва раббукалла, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Рабби, менің Раббым, ва раббука, яғни мына жаңа туған ай, ва раббука, менің Раббым және сенің Раббың ол Алла деп айтып жатыр. Хилалу руштин ва хайрин, хайырдың, жақсы жолдың, тура жолдың айы деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтатын болған. Бұдан нені түсінеміз? Және Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям жаңа ай туған кезде, жаңа айдың туғанын көрген кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям осы бір айтқан хадистегідей, осы бір оқыған хадистегідей дұға ететін болған екен осы хадисті. Бұдан нені түсінеміз? Яғни мұсылман адамда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне ере отыра жаңа айдың туғанын көрген кезде дұға ететін болса, осы айдың Алла Тағаланың қалауымен осы жаңадан туып жатқан ай, енді білеміз ғой, сабақтарда айтып жатырмыз, я 29 күнге созылады, я 30 күнге созылады. Сол аманшылықтың, игіліктің айы болсын, Алла Тағалаға бағынып өткізген айы болсын, саламатта өткізген ай болсын деп Алла Тағалаға не істеу? Дұға жасап, жалбарыну. Осы нәрселерді біз түсіне аламыз. Бұл осы баптағы бір хадис. Келесі бізде 16-шы хадис. Бұл бабу фадли сухур, сәресін ішудің абзалдылығы. Сәресін ішу. Біз күн сайын оразаны ұстап бастаймыз таң намазының алдында. Сонда тұрып не істейміз? Сәресіге оразаға әлдену мақсатында, құлшылықтарға әлдену мақсатында тамақтанамыз. Және де сәресіне тамақ жеу немесе сусын ішуді егер де таң намазының уақыты кіріп кетуінен
қауіптенбейтін болсақ, онда мейлінше кешіктіру. Сәресін мейлінше таң намазының уақыты кіргенге дейін не істеу? Жалғастыру. Осыны айтып жатыр. Бұл бізде осы ораза бабында 16-шы хадис. Ан Анас радиаллаху та'ала анху, бұл хадисті Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам сахабасы Анас ибн Малик жеткізеді. Анас ибн Малик пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке қаласынан Медина қаласына көшіп келген кезде пайғамбарымыздың қолында, тәрбиесінде, пайғамбарымыздың қызметінде, көмегінде болған ардақты үлкен сахабалардан. Хижри бойынша 103 жыл өмір сүрген Анас радиаллаху та'ала анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам дұғасының берекетімен 103 жыл өмір сүрген. Сол Анас радиаллаху та'ала анху айтады: "Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, Алла елшісі айтты: Тасаххару, сәресін ішіңдер дейді. Сәресін ішіңдер. Фа инна фис сухури барака. Расында сәресін ішуде берекет бар дейді. Сәресін ішуде берекет бар дейді. Бұл нәрседен, яғни қандай берекет айтылып тұр бұл жерде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам. Жалпы берекет деген сөз, берекет қазақ тіліне, араб тілінен енген сөз баракатун. Ол адамның өмірінде жақсылықтың, игіліктің көп болуы, көбеюі, еселенуі. Соны не деп атайды? Берекет деп атайды. Соны береке деп атайды. Міне бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам фа инна фис сухури барака, расында сәресін ішуде, сәресінде берекет бар деді. Ол сіз таң намазының алдында сәресін ішуге тұрған кезде сол күнгі құлшылықтарға, 5 уақыт намазға, Алланы зікір етуге, Құран оқуға, оразаны ойдағыдай ұстап шығуға, азық түлік жеп әлденесіз. Осы арқылы сіздің өміріңізге берекесі көбейеді, және сол үшін де не аласыз? Сауап аласыз. Сол сәресіне пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннетін тірілту, ояту, пайғамбарымыз сүннетіне еру мақсатында тұру, сіз не аласыз? Алла Тағаладан сауап аласыз. Бұл да ислам дінінде жақсы көрілген пайғамбарымыздың амалдарынан. Айтады: юсанну сухур, бұл сүннет дейді. Сәресін ішу сүннет. Яғни біреу мысалы ұйықтап қалған болса, әдейі емес, ұйықтап қалған болса, не алмайды? Күнә алмайды. Сүннет амал пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам. Енді осы сүннеттің ең кемі дейді. Ең кемі сүннетті орындалды деп айтылу үшін ең кемі бір аз тамақ, ең болмаса бір жұтым су ішу дейді. Ең болмаса, мысалы бір жұтым су ішу, сол бір жұтым су ішетін болсаңыз, сіз сүннетті орындаған боласыз. Және де осы мана берекет деп айтып жатырмыз. Сәресіндегі берекет сол күнгі сіздің құлшылығыңызды барынша немен белсенді орындауға, сергек орындауға не істейді? Көмектеседі дейді. Берекеті болады. Сол үшін де біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннетін істемеуіміз керек, тастамауымыз керек, барынша орындап жүруіміз керек. Таң намазының алдында тұрып, тек қана таң намазына бірден тұру емес, алдын ала ертерек тұрып, ең болмаса бір жұтым су арқылы болса да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннетін орындауымыз керек. Енді мына жерде мысалы біз бір тәулікте 24 сағат болатын болса, ол тәулік екі бөліктен тұрады. Бірінші түн кетеді, және одан кейін күндіз. Бірінші түн кетеді, одан кейін күндіз. Енді түн қашан басталады? Түн дегеніміз ақшам намазының уақыты кіреді ғой, күн батқан кезде. Ақшам намазының уақыты кіруімен таң намазының уақыты кіргенге дейін жалғасады. Қай уақытқа дейін жалғаспайды? Күн шыққанға дейін жалғаспайды. Түн жалпы ислам шариғатында, ислам дінінде түн деген сөздің анықтамасы күннің батуымен, яғни ақшам намазының уақыты кіруімен таң намазының уақыты кіргенге дейін жалғасады. Бұл түннің ұзақтығы, басталуы және аяқталуы. Ал күндіз болатын болса, таң намазының уақыты кіргеннен бастап, күн батқанға дейін. Күн шыққаннан бастап емес сонда.
қай жерді меже ретінде аламыз? Таң намазының уақыты кіруімен күн бітетін болса, таң намазының уақыты кіруімен не болады? Күндіз басталады, ал бітуімен не басталады? Түн бітеді ол жерде. Сол жерде түн бітеді. Енді мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге бұйырып жатыр, тасахару. Яғни жалпы негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір нәрсеге бұйыратын болса, ол міндет болады. Ал бұл жерде жалпылама енді мынағы не нәрсе? Мына сәресіне тұру. Егер адамда ешқандай да бір үзір болмайтын болса, онда сәресіне тұру сүннет амал. Тұру сүннет амал. Енді қашаннан басталады бұл? Мысалы, жаңа түнді айтып кеттік қой, түнді. Ақшам намазынан кейін күн батуымен түн басталады деді. Адам мысалы құптан намазын оқып алды да, әлі таң намазына дейін бір 4-5 сағат, 5-6 сағат бар әлі. Сөйтті де бірден тамақ жеп алды. Ол негізі сүннетке жатпайды ол нәрсе. Сүннетке жату үшін, сәресін ішу, сүннетке жату үшін, ол түннің соңғы бөлігінде болу керек. Барынша таң намазының уақыты жақындағанға дейін не болу керек? Мына жерде жазып кеткен екен, яғни түннің соңғы 6-дан 1 бөлігінде де, соңғы жағында. Және де мана айтып кетті, осы баптың тақырыбында, егер де таң намазының уақыты кіріп кетуінен қорықпайтын болса дейді. Сонда барынша, мысалы түнді 6-ға бөлетін болсақ та, немесе 3-ке бөлетін болсақ та, соңғы жағына қарай нені қалдырамыз? Сәресін қалдырамыз, соңғы жағына қарай. Ол не үшін? Сүннетті толық күйінде орындау үшін. Келесі 17-ші хадис. Уан Зайд ибн Сәбит, пайғамбарымыз сахабасы Зайд ибн Сәбит, Алла ол кісіден разы болсын, Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам, Зайд ибн Сәбит пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалам сәресін ішкендерін айтып жатыр. Тасахарна ма'a Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Біз Алла елшісімен саллаллаху алейхи вассалам бірге сәресін іштік дейді. Сумма қумна иля салати. Одан кейін намазға тұрдық дейді. Қиля Зайд ибн Сәбитке былай деп айтылды дейді. Екеуінің ортасында қанша уақыт болды деп сұралды дейді. Екеуінің ортасында. Яғни қай нәрсені сұрап жатыр? Жаңа пайғамбарымыз сахабасы айтты. Біз Алла елшісімен саллаллаху алейхи вассалам сәресін іштік деді. Сол сәресін ішті. Сол сәресін ішіп бітірді ғой енді. Бітті. Сәресін ішу бітті. Сол уақытпен азан айтқан уақытқа дейін қанша уақыт бар еді деп айтып жатыр. Азан айтқан уақытқа дейін қанша уақыт бар еді деп айтып жатыр. Сол сұрақ қойылған екен. Қала қадру хамсина ая. Зайд ибн Сәбит шамамен 50 аяттың көлеміндей деп айтқан екен. Яғни бұл хадистен не түсінеміз? Яғни Алла елшісінің өзі, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам сәресін барынша не істейтін болған? Кешіктіретін болған. Неге, мысалы, қандай хикмет бар кешіктіруінде? Адам егерде ертерек тамақ жеп алып жатып қалатын болса, онда ол несі қарны ашуы мүмкін, шөлдеуі мүмкін, келесі күні әлсіз болып жүруі мүмкін. Ал адам әлсіздеу болатын болса, құлшылықты кемел жүзінде сауабы мол болатын күйде орындай алмай қалуы мүмкін. Ал сәресін мейлінше таң намазына қарай жақындататын болсақ, әлі уақыт кірген жоқ қой. Әлі ораза басталған жоқ. Әлі түн. Ал түн оразаға арналмаған. Күндіз оразаға арналған, ал түн демалысқа арналған. Сәресін мейлінше таң намазына қарай жақындататын болсақ, сіз мейлінше сол күнгі құлшылыққа не боласыз? Әлденіп кіресіз. Мейлінше әлденіп кіретін болсаңыз, құлшылықты мейлінше не жасайсыз? Соғырлым, күштірек жасайсыз, сапалырақ жасайсыз. Осы нәрсе айтып жатыр. Енді айтады, қараңыздар, бұл жерде. Шамамен 50 аят оқыған кезде, 50 қысқа аятта емес, 50 өте ұзақ аят емес, орташа 50 аят дейді. Орташа, мүмкін мысалы, Құранның бір бетінде 15 жолы болатын болса, бір аят, бір
бір аяттың өзі бір жолдан тұратын аят та, орташа. Өйткені кейбір аяттар бар, неден? Тек екі сөзден тұрады. Өте қысқа. Кейбір аяттар бар, нені бүкіл бетті алып кетеді, немесе беттің жартысын алып кетеді. Yani орташа деген кезде бір аяттың өзі бір жол, немесе бір жарым жолдай болады. Содан 50 аяттай дейді. Оны тым тез оқымайсыз, тым жылдам оқымай, тым баяу да емес, тез де емес. Ол шамамен бір 10-15 минуттай уақыт дейді. Ол шамамен қанша минуттай уақыт? 50 аятты оқуға кететін уақыт 10-15 минут уақыттай. Бұл неден? Сахабаның Зайд ибн Сабиттің сөзінен нені түсінеміз? Яғни Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам өте қарапайым жан болғанды. Яғни ол бүкіл әлемдердің раббысы Аллах тағаланың елшілердің мөрі бола тұра, яғни қиямет қайым күні бүкіл адамзатты Аллаху субханаху тағала махшарға жинаған кезде, сол жердің төресі кім болады? Адамдардың ішінде пайғамбарымыз Мұхаммад болады. Адамдардың мырзасы кім болады? Пайғамбарымыз Мұхаммад болады саллаллаху алейхи вассалам. Солай бола тұра Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам өзін өте қарапайым ұстайтын болған. Өте қарапайым, кішіпейіл жан болатын болған. Енді мына жерде де мынандай бір сөз айтып кету керек. Кішіпейіл болу деген сөз, ол бөлек мағынасы. Ал бұл айтқан кезде өзін төмен ұстау, төмен көру, өзін қор қылу, ол бөлек нәрсе. Мысалы, кішіпейіл болу, ол жақсы көрілген сипат болатын болса, ал адамның өзін қор қылу, төмен санауы, ол датталған сипаттардан да, екеуінің арасында. Мысалы, дәл сондай сияқты, мысалы, бір адам ақшаны неге орынды жақсы жерлеріне жұмсайды. Ол жомарттық. Ол үшін не алады? Ол жақсы көрілген сипаттар. Ал адам келеді де, ол да ақшаны жұмсайды, бірақ қалай болса солай жұмсайды. Ол датталған сипат. Бір адам да бар, мысалы, сөйлеген кезде де жақсы сөйлейді, мысалы, орнымен сөйлейді, хикметпен сөйлейді. Ол жақсы көрілген амал. Бірақ екінші адам, мысалы, аузым бар деп сөйлей береді. Орны болсын, болмасын. Ол датталған да сонда. Мысалы, таяқтың екі ұшы бар сияқты. Ол әрбір нәрсе бізге берілді ма, болды, оның барлығын істеу деген сөз емес, орнымен қолдану да, барлық нәрсені орнымен қолдану. Сонда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қарапайымдылығы. Өзінің сахабаларымен бірге отырып, сәресін ішіп, оларға үлгі өнеге болуы. Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам. Яғни бұл жерде бұл хадисті не түсінеміз? Яғни пайғамбарымыздың өзі сәресін таң намазына дейін жақындатқан, біз де пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне еру арқылы сәресін барынша таң намазына дейін жақындату. Енді бұл баптың басында айтып кеткен, таң намазының уақытының кіруін естемесе, қауіптенбесек. Өйткені таң намазының уақыты кіріп кетуімен бірге не басталады? Ораза басталып кетеді. Одан да не болуымыз керек? Мұқият сақ болуымыз керек. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, келесі бізде 18-ші хадис. Бұл хадисті Алла елшісінен саллаллаху алейхи вассалам Умар радиаллаху та'ала анхудың ұлы Абдулла жеткізеді. Сол Абдулла айтып жатыр, пайғамбарымызды сипаттап жатыр. Кана ли расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам муаззинани. Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам екі азаншысы болды дейді. Екі азаншысы. Яғни нені түсінеміз? Алла елшісінің екі азаншысы болған. Яғни осындай біздің арамыздан, біздің бұл айтқан кезде құлақтарымыздан осындай мәліметтер өткен кезде, олар бір құлағымыздан кіріп, екіншіден шығып кетпеу керек. Ол қалып қою керек. Біздің немізде, көкірегімізде, біздің миымызда қалып қою керек. Өйткені осындай мәліметтерді білу арқылы біздің Алла елшісі жайында саллаллаху алейхи вассалам мағлұматтарымыз, білетініміз көбейеді. Ал білетініміз көбейген сайын, ол қалай болған кезде Алла тағаланың қалауымен Алланың елшісіне деген махаббатты өсіреді, махаббатты күшейтеді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам екі азаншысы болды дейді. Билал радиаллаху та'ала анху және де Вабну Умми Мактум. Аты яғни Вабну Умми Мактум. Умму Мактумның баласы деген сөз. Умму Мактумның, яғни Мактумның, яғни былай тікелей аударатын болса, Мактумның анасының баласы деген да. Фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Енді пайғамбарымыздың хадисі айтылайын деп жатыр енді. Инна Билалан юаззину билайлин. Расында Билал
түнде азан шақырады дейді да. Түнде азан шақырады дейді. Факулу вашрабу хатта юаззина ибну умми мактум дейді. Қараңыздар, пайғамбарымыз бірінші айтты, расында Билал азан шақырады деді. Азан шақырады деді. Азан айтады деді. Факулу вашрабу, сендер ішіңдер, жеңдер дейді да, пайғамбарымыз айтады. Факулу вашрабу хатта юаззина ибну умми мактум, сендер ибн мактум азан айтқанға дейін ішіп жей беріңдер дейді да. Ішіп жей беріңдер дейді. Сонда екі азаншы болған. Қанша азан болған сонда? Екі азан болған. Екі азан болған. Бірінші азан және екінші азан. Соны қазір не істейміз, қарастырамыз. Қол валам якун байнахума илля ан янзила хаза ва ярқа хаза муттафақун алейхи. Яғни екеуінің бұл азан мен екі азанның ортасында ондай бір қатты бір не ұзақ уақыт болмаған. Бұл мысалы Билал радиаллаху таала анху азан айтып түсіп жатқан кезде сәлден кейін ибн мактум азан айтуға не істеді? Көтеріледі дейді. Көтеріледі дейді. Сонда бұл жерде нені түсінеміз, қараңыздар. Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам екі азаншысы болған. Біріншісі ол Билал ибн Рабах радиаллаху таала анху аль-Хабаши. Яғни қазіргі кезде мына Африкада Эфиопия деген ел бар ғой, Эфиопия. Сол эфиопиялық болған, хабашилік, яғни арабша аты Хабаши. Хабаш деген елдің аты, яғни Эфиопия. Сол хабашилік болған Билал ибн Рабах радиаллаху таала анху пайғамбарымыздың сахабасы. Және екіншісі ибн мактум. Ол кісінің де аты Абдулла болған. Ол кісінің де аты, пайғамбарымыздың екінші азаншысының аты Абдулла. Абдулла ибн мактум болған. Енді ол кісінің сипаты, ол кісі Алла Тағаланың қалауымен соқыр болған екен. Ол кісі Алла Тағаланың қалауымен соқыр болған екен. Бірақ та соқыр болса да Алла Тағаланың қалауымен ол Алла Тағаланың ең сүйікті жаратылысының несі болды? Азаншысы болды. Яғни сонда қараңыздар, мысалы мына жерде біздер айтамыз ғой, сахаба дейміз да, сахаба. Көбінесе сахаба деген кім деген кезде, сахаба деген кім деп сұрақ қойылады ғой. Сонда не дейміз? Алла елшісін мұсылман ретінде көріп, мұсылман ретінде жан тапсырған адам дейміз да. Бірақ бұл анықтаманың өзі кейде қамтушы бола алмай қалады да. Қамтушы бола алмай қалады. Неге? Өйткені егер де біз былай деп айтатын болсақ, сахаба деп Алла елшісін көріп, мұсылман ретінде көріп, және мұсылман ретінде жан тапсырған болатын болса, онда пайғамбарымыздың кезінде соқыр болған жандар бұған кіре алмай қалады да. Онда ол анықтама кішкене толықтыру керек болады. Толықтыру, яғни пайғамбарымыздың қасында болған жандар да. Кімдер кіріп кетеді сол кезде? Соқыр жандар кіріп кетеді да сол кезде. Сонда ибн мактум соқыр ма? Соқыр болды. Соқыр болды. Енді Алла Тағаланың қалауы соқыр болды. Бірақ ол кісі сахаба ма? Сахаба. Алла елшісін көрген жоқ қой, бірақ қасында жүрді, дауысын естіді, пайғамбарды сезді. Сондай нәрсе. Бұл кісінің де аты кім екен? Абдулла екен. Сонда Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам екі азаншысы болған. Енді мынандай бір нәрсе қараңыздар. Жалпы бұрынғы сабақтарда жалпы айтылып жүр. Мына таң намазына қатысты. Таң намазы. Таң намазының кіруі. Түн кәдімгі ымырт түн болған кезде, мысалы ай болмайтын болса, түн қап-қараңғы болады. Егер мысалы ай жоқ мысалы. Айдың сәулесі болмайтын болса, түн қап-қараңғы болады. Сол кезде бізде екі таң бар дейді. Біріншісі өтірік таң дейді. Яғни жалған таң. Жалған таң немесе өтірік таң десек. Екіншісі шынайы таң дейді. Мысалы біз жаңа екеуін айттық қой. Біріншісі бізде не дедік? Өтірік, жалған таң дедік, және шынайы таң дедік. Мына шынайы таңның кіруі арқылы таң намазының уақыты кіреді, және ораза басталады. Ал біріншісі арқылы әлі ешқандай құлшылық не істеп жатқан жоқ, басталып жатқан жоқ. Екеуінің айырмашылығы. Егер де жалған таң кіретін болса, көкжиекте күн қай жақтан шығады? Шығыстан шығады. Күн шығыстан шығады. Енді бізде жалпы далалық жер болғаннан кейін оны көзімізбен көрсек болады мысалы. Далалыққа шығыс жаққа қарап, бірінші жалған таң жайында айтып жатырмыз қазір. Жалған, өтірік таң жайында айтып жатырмыз. Ол кезде күн шығатын шығыс жақтан әлі қап-қараңғы түн қараңғы.
сол жақтан бір жарық сәуле шығады да, сәуле жарық шығады, және ол екі жанға кетудің орнына, яғни көкжиекті толық алудың орнына қайда кетеді? Аспанға кетеді да. Аспанға кетеді де, сәлден кейін не істеп кетеді? Жоғалып кетеді. Қайтып қап-қараңғы болып кетеді. Бұны қай уақыт деп атайды? Жалған таң деп атайды. Жалған таң. Яғни не үшін жалған? Өйткені таң намазы кіріп қалған-ау деп сіз ойлап қаласыз. Бірақ ол таң намазы әлі кірмеген. Таң намазы кірмеген. Ал сәлден кейін, одан кейін бір шамамен мүмкін бір 30 минут, 40 минут жердің несіне, былай, жер енді сопақша былай жұмыртқа тәріздес болғаннан кейін географиялық жағдайға байланысты уақыттар өзгеріп тұруы мүмкін. Екінші, шынайы таң кіреді сәлден кейін. Шынайы таң. Шынайы таң қандай? Жаңа алғашқы өтірік таң жарығы кетіп болайын, қайтып қараңғы болды. Одан кейін тағы бір жарық көкжиекте шыққаннан кейін, енді ол жарық ұлғайып қайда кетеді? Екі жанға кету арқылы, екі жанына кету арқылы бүкіл нені алып кетеді? Көкжиекті алып кетеді. Бүкіл көкжиек. Бұл сол кезде таң намазының уақыты кірді деді. Сол кезде таң намазының уақыты кірді. Енді Билал радиаллаху таала анху, қай уақытта азан шақыратын болған? Өтірік таңның кезінде. Билал радиаллаху таала әлі ішіп жей берсек болады. Ал егер мына жерде екінші пайғамбарымыздың азаншысы сахаба Абдулла ибн Умми Мактум азан шақырған кезде енді ішіп жеуге мүлдем үзілді-кесілді болмайды да, бұл кезде. Өйткені енді шынайы таң кіріп жатыр. Сонда таңның неше түрі бар екен? Екі түрі бар екен. Енді жалпы мына жерде айтқан екен, жалпы мәндуп болады дейді, жақсы көрілген амалдардан. Яғни таң намазына екі азаншының болуы дейді, екі азаншының болуы. Әр қайсысы бір-бір азаннан айтады. Енді бұл да әрбір жердегі нелерге байланысты, әдет-ғұрыптарға байланысты. Яғни кейбір сол белгілі бір жерде өмір сүріп жатқан мұсылмандардың өзара келісуіне байланысты, өзара бір нәрсені әдет-ғұрып етіп алу мақсатына байланысты. Келесі әл-мустахаб, мустахаб болған, жақсы көрілген амалдардан ол сәресін қайтадан тағы айтып жатыр. Сәресін таң намазының уақыты кіріп кетпейінше. Қай таң намазы? Яғни шынайы таң намазы. Өтірік, жалған таң намазы емес. Шынайы таң намазының уақыты кіріп кетпейінше, егер де адам не болса, сенімді болатын болса, онда сәресін мейлінше не істеу? Кешіктіру дейді. Сәресін мейлінше кешіктіру. Имам Бухари және де имам Муслим риуаят еткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Ла язалу насу би хайрин ма аджалул фитра дейді. Имам Бухари және имам Муслим риуаят еткен екен, адамдар амандықта, қауіпсіздікте болады, ауыздарын ораза ұстағаннан кейін, уақыт кіргеннен кейін аузын бірден тезірек ашатын болса дейді. Имам Ахмад айтады, ва аххару сухур, сәресін кешіктірген болса дейді. Яғни адамда, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр, адамдар амандықта болады, егерде күн батқан кезде ауыздарын бірден ашатын болса, яғни бірден ауыз ашуға ұмтылатын болса, және де сәресін кешіктіретін болса дейді. Сәресін қайда кешіктіреді? Таң намазының уақыты кіргенге дейін кешіктіреді. Бірақ қай жерге дейін? Егерде таң намазының уақыты кіріп кетуінен қауіптенбейтін болса, сенімді болатын болса. Ал таң намазының уақыты кірді ма, болды. Ол уақытта сіз тамақ жей алмайсыз. Өйткені құлшылық басталып кетті. Соны барынша біз не болуымыз керек? Сақ болуымыз керек. Сақтық танытуымыз керек көшеде. Келесі 19-шы хадис. Уан Амр ибн Ал-Ас, пайғамбарымыз сахабасы, Алла ол кісіден разы болсын, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан жеткізеді. Қараңыздар, бұл хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам үмметімен алдыңғы болған үмметтердің оразаларының айырмашылығын түсіндіреді. Фаслу ма байна сиямина ва сиями ахлил китаби аклату сахари. Алла елшісі айтады, біздің оразамыз бен бұрынғы кітап берілген кітап иелерінің оразаларының ажырататын нәрсесі аклату сахар, сәресін ішу дейді. Сонда ол хадистен не түсінеміз? Бұрынғы оразалар біздің
Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам біздерге парыз етілгендей, оразадай, мына сәресі оларда не болған? Мүмкін болған, мүмкін болмаған. Немесе олар жемейтін болған, тұрмайтын болған. Қалай болған кезде де бір не болатын болған? Айырмашылық болатын болған. Біздердің, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның үмметінің оразасымен алдыңғы кітап иелері берілген. Кітап иелері де кімдерді айтамыз? Христиандар мен яһудилер. Иса алейхиссаламға Инжил кітабы түсті. Муса алейхиссаламға Таурат кітабы түсті. Таурат кітабы түсті. Алдыңғы сабақтарда айтып кеттік, біз Муса алейхиссаламға түпнұсқада түскен, және де Иса алейхиссаламға түпнұсқада түскен Инжил кітаптарына иман келтіру әрбір мұсылманға парыз, міндетті. Ал қазіргі бұрмаланған нелерге, кітаптарға емес. Қазіргі бұрмаланған кітаптарға емес. Және де ол кітаптардың бұрмаланғандары анық. Өйткені ол жайында Алла Тағала Құран кәрімде не істеген? Ол жайында айтып кеткен, кітап иелерінің өздерінің кітаптарын, осы кітаптарды өзгертіп жібергендіктері жөнінде, бұрмалап жібергендіктері жөнінде Құран кәрімде баяндалған. Біз оған иман келтіріп сенуіміз не болады енді? Парыз, міндет болады. Парыз, міндет болады. Бұл хадистен Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам нені түсінеміз? Ең болмаса сәресін ішу. Сәресін ішу біздің ерекшелігімізді білдіріп тұрады. Таң намазына тұрып, оның алдында таң намазына дейін ең болмаса алдыңғы хадистердің түсіндірмесін айтып кеттік. Ең болмаса бір жұтым судың өзі сүннет ретінде нестелінеді? Есептелінеді. Сүннет ретінде есептелінеді. Бұл хадистен түсінетіміз. Аллах Тағаланың біздің пайғамбарымыз Мұхаммадтың саллаллаху алейхи вассалам үмметіне өзінің кеңшілігімен берген артық қасиеттердің бірі, артықшылықтардың бірі, ол сәресін ішу екен. Ол несін ішу? Сәресін ішу екен. Бұл ислам үмметінің несі? Артықшылығы. Ислам үмметінің артықшылығы. Одан кейін сәресін ішуді дағдыға айналдыру, оны ұстанып жүру пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне еру болып табылады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне еру болып табылады. Одан кейін, ол сәресін ішу арқылы біздер не істейміз? Тамақ ішу арқылы әлденіп, құлшылыққа күшейеміз. Күнделікті, күн ұзақ бойы құлшылықтарды керекті өзінің деңгейінде ұстап шығуға барынша не болады? Бізге көмек болады. Иншалла Аллах субханаху тағала нәсіп етсе, ертең бұйыртса 20-шы хадистен бастап ары қарай оқитын боламыз. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсын баршаңызға.